Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазақтың ұннан жасалатын ұлттық тағамдарының бірі ши бауырсақтың жасалу жолын ұсынамын. Бұл бауырсақ көбінесе Қазақстанның шығыс өңірінде жасалады. Өзінің дәмділігімен, ұсақтылығымен ерекше бауырсақтың бірі. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін бауырсақты сізге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен жылы суға тұзды саламыз, қантты саламыз. Сонан соң ерітілген тоң майды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнға ас содасын саламыз. Енді дайындап алған сұйықтықты құйып қамыр илейтін боламыз. Бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын орташа тығыздықтағы қамыр шығады. Бастапқы кезде қасықпен араластырамын, ары қарай қолмен илеймін. Дайын болған қамырды бетін жауып, бөлме температурасына 15-20 минутқа қалдырамыз. Мінекей қамырымыз дайын, енді қолмен аздап басып илеп аламыз. Ешқандай ұн пайдаланбаймыз. Сонан соң қамырды екіге бөліп аламыз. Екі бөлікті де видеодағыдай дөңгелетіп аламыз. Қамырдың бір бөлігін кеуіп қалмас үшін әзірге бетін жауып қоя тұрамыз. Келесі жасайтынымыз қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Достар, менің каналымда бауырсақтың ашытқымен, ашытқысыз жасалатын және шелпектердің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Мінекей қамырларды бөліп дайындап алдым. Артық қамырлардың бетін жауып қоямыз. Қамырдың бір бөлігін алып, видеодағыдай лағманның қамырын созғандай созып шығамыз. Қамырды созғанда қатты қалыңда немесе жұқата етіп жібермейміз, орташа етіп созамыз. Созып дайындап алған қамырды қолымызбен ширатып отырып, ұсақтап кесіп шығамыз. Қамырлардың барлығын осы әдіспен жасап шығамыз. Бұл бауырсақтың ерекшелігі құрамына тоң май қосылып жасалады. Достар, каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Ұсақтап туралған қамырларды бір-біріне жабысып қалмас үшін майлыққа немесе сүлгіге орналастырамыз. Келесі кезекте бауырсақты пісіретін табамызға сұйық майды құйып, сонан соң тоң майды саламыз. Бауырсақ пісіретін майымызды міндетті түрде қыздырып аламыз. Қызған майға бауырсақтарды салып пісіріп аламыз. Бауырсақтарды біркелкі болу үшін араластырып отырып пісіреміз. Барлық ши бауырсақтарды осылай пісіріп шығамыз. Ши бауырсақтың құрамы қарапайым болса да өте дәмді болып шығады. Дәмімен, ұсақтылығымен, жасалуымен ерекшеленетін бауырсақты сізде жасап көріңіз. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бұл ши бауырсақты кез келген мерекелік дастархандарға ұсына берсеңіздер болады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.